Динамика математика әдістемелік бірлестігі. Әдістемелік бірлестіктің тақырыбы: жаңа ақпараттық технологияны меңгере отырып, тиімді әдістерді қолдану арқылы оқушылардың логикалық ойлау қабілетін жетілдіруде функционалды сауаттылықты дамытудың жолдары. Әдістемелік бірлестіктің жұмыс мақсаты: оқыту үдерісінде жаңа ақпараттық технологияны қолдана отырып, тиімді әдістерді енгізу арқылы оқушылардың логикалық ойлау қабілетін жетілдіру. Әдістемелік бірлестіктің жұмыс міндеті: оқушылардың логикалық ойлау қабілетін арттыру мақсатында тиімді әдістерді пайдалану, оқушылардың оқу математикалық сауаттылығын арттыру, функционал сауаттылықты жетілдіру. Әдістемелік бірлестікте 15 мұғалім жұмыс істейді, 2020-2021 оқу жылында құрылды. Әдістемелік бірлестік жетекшісі Абдикалыков Уалихан Нурмаханович. Көксеген Өнербек, жоғары санатты мұғалім. Жабасова Қарлығаш Өтегенівна, педагог, сарапшы мұғалім. Абдикалыков Уалихан Нурмаханович, педагог, сарапшы мұғалім. Садирова Айнұр Өтеновна, педагог, сарапшы мұғалім. Әуелбекова Жазира Мұхтаровна, педагог, сарапшы, магистр дәрежелі мұғалім. Раушанов Ерлан Еркінбекович, педагог, модератор мұғалім. Боранбай Ләззат, педагог, модератор мұғалім. Аятхан Бердібек, педагог, модератор мұғалім. Тілеубаева Шолбан Сабеткановна, педагог, модератор мұғалім. Адылханова Айгүл Бақытбековна, 2 санатты мұғалім. Қаталбаева Шырын Сабитқызы, 2 санатты мұғалім. Шарипова Шадияна Марибжановна, математика пән мұғалімі. Әлімбекова Айдана, математика пән мұғалімі. Дәулет Бахар, магистр дәрежелі жас маман. Бауыржан Біржан Бауыржанұлы, магистр дәрежелі жас маман.